I was only tripping for a moment. Now I wanna spend. Қайырлы күн. Менің каналымнан пайдалы ақпараттарды қарап, сіздердің пайдаларыңызға асып жүрсе, онда каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен қатты қуанышты болар едім. Бүгінгі сабақта, яғни бүгінгі видеода сіздерге Егов мобайл программасы арқылы қалай документтеріңізді алуға болатынын көрсетемін. Яғни ол үшін ноутбук арқылы, компьютер арқылы, ETSP ключ арқылы кіріп қажет емес. Егов мобайл деген порталға кіреміз, приложение кіреміз. Осы жерде профиль деген басамыз, авторизоваться деген жерді басып. Менде уже кіріліп тұр. Сіздерде егер кірілмесе, осы авторизация бөліміне кіресіздер де жанындағы стрелканы басып, өздеріңіздің телефон номерлеріңізді, ЖСН-дарыңызды тіркеп кіресіздер. Енді осы жерден бізге главный деген бөлімге өтеміз. Осы жерде цифровые документы деген жер бар. Соны басамыз. Неге қараңыздар. Удостоверение личности тұр. Вакцинация паспорты, соцсайт тұр, неке қию туралы куәлік. Барлығы осы жерде, документтеріңіздің барлығы осы жерде тұрады. Даже дипломыңызға дейін тұрады. Қай универді бітіргеніңіз барлығы. Осы жерден документтеріңізді көре аласыздар. Негізі, осы Егов мобайл арқылы біраз шаруаларыңызды бітірсеңіздер болады. Мысалы, мына жақтан ситуация деген бөлім жерге кіріп, өздеріңіздің документтеріңізді, налогтарыңызды, Еговта қандай барлық нәрселер көре аласыздар. Тура осы жерден Егов мобайлдан да тура осылай шығады. Документтеріңізді осы бойынша ала аласыздар. Немесе Каспи арқылы алсаңыздар да болады. Егов мобайл жоқ дейтін болсаңыздар, Каспи кезетке кіресіздер. Госуслуги деген бөлім бар. Осы жерден цифровые документы тоже осылай кіреміз. Қазір ашылсын. Неке қараңыздар. Сіздердің жеке куәліктеріңіз, неке қию туралы куәлік, дипломыңыз, соцсайт, паспорт, вакцинация, справка наркологический, яғни наркологический жоқ деген туралы документтеріңізді тура осы жерден оп-оңай ала аласыздар. Ол үшін соңға да барып қажет емес. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын.